Саламатсыздар ма? Ата-ана сағаты подкасты. Бүгінгі тақырыбымыз вакцина екпе егу. Хабарды жүргізетін Сандуғаш Баймаханқызы және мен Бақытгүл Орынбасарқызы. Арма ардақты ағайын, бүгінгі қоғамдағы ең өзекті мәселелерін бірін бүгін бізбен бірге талқылайтын мамандармен таныс болыңыздар. Педиатр білікті балалар кардиологы Гүлмира Маратбекқызы. Қош келдіңіз. Және шығыстанушы, жапонтанушы, 3 баланың анасы Майра Қарсақбайқызы. Қош келдіңіздер. Бүгін ашық, емен жарқын әңгіме дүкен құрамыз деген үміттеміз. Алдымен 1796 жылы ағылшын дәрігері Эдуард Дженнер шешекке қарсы вакцина ойлап табады. Содан бері қазіргі кезге дейін әртүрлі вакциналар табылып, және балалардың денсаулығын сақтауға көп жұмыстар істелініп жатыр. Енді біз Қазақстанның ұлттық күнтізбесі бар екенін білеміз. Осы күнтізбеде қандай вакциналар бар, ол неден тұрады, адамдар ол туралы ақпаратты қай жерден біле алады деген сұрақтан бастасақ. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы вакцинаның тарихына үңілетін болсақ, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, сол 1796 жылдан бастап анықталған вакцина. Вакцина осы уақытқа дейін және қазірде балалардың арасында таралатын және өте қауіпті, өлімге дейін алып келетін ауыр жұқпалы аурулардың алдын алу үшін бағытталған шара болып табылады. Және медицина тарихындағы Біріккен ұлттар ұйымының мойындауы бойынша ең жақсы жаңалық, тіпті Нобельдік комитеттің өзі осы вакцинаны қолдайды. Бұл уақытқа дейін вакциналар жалпы 6 вакцина салынған, 6 балалар жұқпасына ғана қарсы вакциналар болған. Қазіргі таңда бірнеше инфекцияларды топтастырып, поливакциналар жасалынады. Жалпы алғанда балалар 8 рет вакцина алуға болады. 8 түрлі вакцинаны алады, бірақ әр вакцинаның 2 немесе 3 ревакцинациясы бар. Осымен жалпы алғанда 21 инфекцияны қамтиды. Енді Гүлмира ханым, Майра ханым, бүгінде осы қазақ қоғамы вакцина тақырыбында екіге айырылып отыр. Бір бөлігі, басым бөлігі ол қажет дейді, салу керек дейді, және де тағы бір топ бар. Олар вакцина салудан мүлдем бас тартып отыр. Және денсаулық сақтау министрлігі ұсынған дерекке сәйкес, осы 2017 жылмен салыстырғанда екпеден бас тартқандар саны 24%-ға артып отыр екен. Осының себебін неден іздесек? Мен айтар едім, біріншіден бұл ата-аналардағы қорқыныш деп. Біз білеміз, вакцина салынғаннан кейін, екпе салынғаннан кейін 2 түрлі жағдай байқалады. Біріншісі вакцинаға реакция болады, екіншісі асқынулар. Реакциялар өте көп. Оларды біз екіге бөлеміз, жалпы және жергілікті реакциялар деп. Ата-аналарда, аналардың ішінде осы реакцияға деген қорқыныш пайда болған. Осы қорқыныштан, балам кейін ауырып қалады ғой деген бір қорқыныштан бізде осы вакцинаға қарсы оны алмаймын деп жатқан ата-аналар саны көбеюде. Және бұл жай ғана қорқыныш емес қой, ауада ұшып жүрген белгілі бір жағдайларға байланысты, болған оқиғаларға байланысты. Мәселен, Жаңаөзен оқиғасын білеміз. Қарағандыда да кішкентай балалардың сол вакцинадан кейін жаңағыдай ауыр жағдайға тап болғанын білеміз. Жалпы ел арасында бәрібір соның салдарын сезінген ата-аналар баршылық. Бәлкім содан да шығар. Әрине, вакцинаны біз алып қарайтын болсақ, анау өндіруші заводтан шыққаннан бастап, негізгі тұтынушы кішкентай балаға жеткенше, ол бір тізбек арқылы өтеді. Егер тізбектің әр бір бөлігі сақталған болса, онда вакцина сапалы түрде салынады және реакцияда аз болады, ешқандай асқынуға келмес еді. Ол тізбек неден тұрады? Өндіруші заводтың қолданатын шикізаты бар, одан кейін оның жасалыну түрі бар, жасалынғаннан кейін оның қажетті мемлекетке тасымалдану процесі бар. Тасымалданған вакцинаның тасымалдау кезінде салқын температураны сақтай отырып алып келетін бір термобақылауы бар. Одан кейін ол поликлиникаға келіп түскенде қандай жағдайда сақталынып тұр, ол бар. Осы тізбектің әрбір кезеңі сақталған жағдайда, әрбір кезеңіне жауапты кісі жоғары жауапкершілікті сезініп, компетенциясына байланысты дұрыс жұмыс істей алған жағдайда балалардағы реакциялар мен аз болады деп айтушы едім. Жалпы бұл ақпараттандырудың әлсіздігінен деп айтсақ бола ма осы? Әрине осылай айта аламыз, себебі вакцинаны алмаңыздар деп айтатын кісілер мысалға да
агитаторлар дейміз ғой, не үшін айтады? Олар жаңағы кейбір балалардың екпені алғаннан кейін ауыр науқастарға шалдығып қалған, ауруға шалдығып қалған, неврологиялық бұзылыстарға шалдыққанын тілге тиек етіп барлығына қарсы қоюда. Бұл жерде шынымен де егер де біз вакцинаның не үшін әу баста пайда болды, шынымен де медициналық көрсеткіштері қандай, шынымен де бүкіл әлемдегі қазір жойылып кеткен инфекцияларды жоюда осы вакцинаның рөлі қандай болды, соны ата-анаға дұрыс түсіндіре алған жағдайда, эмоциясыз, дұрыс, оның жүрегіне жететіндей ақпаратты берген жағдайда барлық ата-ана саналы түрде шешім қабылдайды деп ойлаймын. Майра ханым, енді әңгімені өзіңізбен жалғасақ, жаңа айтып өттік, 3 баланың анасысыз, сол балаларға сіз екпе салдырдыңыз ба? Мен 3 балама екпе БЦЖ салдыртам, АКДС-тан саналы түрде бастатқам. Енді оның себептері бар. Себебі мен оны бет алдыдан бет алды істей салатын адам емеспіз. Көзіміз ашық оқыған болғаннан кейін, оның алдында дүниеге бала келмей тұрып, мен мүгедек балалармен жұмыс жасағам. Өзім сол аяғым ауыр болып жүр, бірінші балама. Сол кезде жаңағы АКДС-тің қаншалықты балаға кишечнигіне, именно біздегі баланың иммунитеті, әр бала жеке ғой, жаңағы вакцинаның біреуге тез өтіп кетеді, мен балам ауырған жоқ, не болды сонша деп айтады мысалы кейбіреулер, біреудің баласы кәдімгідей дірілдеп қалтырап 41 температураменен баласын айырып қалатындай қорқынышпенен түн өткізген ата-ана келесіде ол вакцинаға ойлана бастайды, неге деген сияқты. Сондықтан бұл жердегі мәселе ата-анаға жаңағы білім жетіспейді көп ата-аналар. Сосын тағы мен бірінші сұрағыңызға жауап бергім келеді, неліктен біздің ата-аналарға бас тартып жатыр. Мен айтар едім, кейбір ата-аналар соншалықты жауапсыз, жаңағы біреу айтты ма, көршісі айтты ма, мына да шай күшті екен деген сияқты қарайды да. Мысалы, мына мен шайды бірінші бүгін ішіп көрдім, сол күшті екен. Сымсыз. Оның ар жағындағы сөзді айырмайды. Бұл жерде үлкен мәселе. Вакцина деген өте күрделі мәселе. Ол өте қиын мәселе. Әр баланың өзінің иммунитетіне байланысты. Мен айтар едім, біздің қоғамда емес, біздің мемлекет вакцина салдыртпас бұрын баланы мүлтіксіз зерттеу керек. Мысалға өзіміз талай апардым, мен АКДС алдым бірінші балама. Одан кейін саналы бас тарттым жаңағы. Сенің балаңды жай тыңдайды, сен барасың, очередьте тұрасың, жаңағы кезекте тұрасың, көп бала тұрады. Оның біреу түшкіріп жатады, ол вирусты уже жұқтырып әкелуі мүмкін, прививкамен бірге, жаңа вакцинамен бірге. Одан кейін ол процесс жүруі мүмкін, да? Ол білесіздер, ол прививка жұққаннан кейін, ол біраз әбден өзі орналасқаннан кейін, жаңа вирус жұққаннан кейін, ол бірақ белгілі болады. Соны екеуі бірге қатарласып жүрген кезде, конечно, ол не болады. Одан кейін біз баланы вакцина салдыртпас бұрын біз иммунологқа көрсетуіміз керек. Біз иммунолог жоқ. Дұрысында. Иә. Мен дүниеге баламды Аягөз ауылында келдім, қаласында. Ол жерде қайдағы иммунолог. Бізде бірақ невропатолог бар. Оның алдында дізбектелген очередь. Мысалы, мен өзім қазір Ақмола облысы Астананың жанында Ақмол деген жер тұрам. Аудан орталық, бізде невропатолог жоқ. Аягөзде хоть бір невропатолог бар екен, ол жерде невропатолог мүлдем жоқ. Сен қалаға барасың дейді, жаңа дүниеге бала келгеннен кейін, білесіздер, міндетті түрде невропатологқа көрсету керек баланы, ол әртүрлі патологиямен тууы мүмкін, иә. Бізде невропатолог жоқ. Одан кейін барасың, невропатологтың алдында дізбектеліп очередьте тұрасың. Ал неврологический балада көрсетілім болатын болса, патология болатын болса, оған АКДС үзілді-кесілді қарсы болу керек, ол методвод берілу керек ол балаға. Ал енді сол методводтың ортасында ол прививка алатын, жаңа ауру жұқтыратын болса, әрине ол бала ауырады. Асқыну пайда болады міндетті түрде. Өйткені ол иммунитет тағы әлсіз бала. Бұл жер айттым ғой, бұл өте терең мәселе да. Жалпы негізі кез келген дәрігердің, білікті маманның айтуы бойынша, егер баланың денсаулығы 100% дұрыс болса, оған ешқандай вакцинаның кері әсері болмайды. Десе де, жаңа айтып отқан өте тапшы невропатологтар міндетті түрде оған келісім беру керек, невропатологтың келісімсіз ешқандай екпеге рұқсат жоқ қой. Иә, рұқсат жоқ. Невропатолог баланы тексеру керек. Неврологический жаңағы, мысалы, оның ұмтырчирительный давлениесі болуы мүмкін, оның жаңағы гидроцефалия болуы мүмкін бала, ол жаңағы әртүрлі клиникасы көрінбей тұрғанда аурулары болуы мүмкін. Өйткені бала жатыр,
оны көрмейсің, бала жатқан кезде оған сен 2 айлығында салып тастайды вакцинаны, ол 12 айында бала жүре бастаған кезде оның әртүрлі біліне бастайды. Сондықтан бұл жерде ешкім дәлелдей алмайды ол прививкадан болды деген нәрсені ше. Жаңа сөзіңізді жалғасақ, аяғым ауыр кезде мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істедім дедіңіз ғой. Яғни сөзіңізден ұққаным, ол да сіздің шешіміңізге әсер етті. Иә, мен мүмкіндігі шектеулі балалармен, аутизммен көп жұмыс істедім. 3 аутист бала болды менде. И сол кезде қазір енді оны қатты айтып отыр, аутизмға әсер етпейді, АКДС дәлелдедік деп айтып отыр. Бірақ енді менің зерттеуім бойынша 3 бала болды біздің неде, мекемеде. Сол 3 балада жаңа глютен, казеин деген 2 белок бар. Біреуі жаңағы ұн өнімдерінен, біреуі казеин, ол сүт өнімдерінен болатын, иә. Сол казеин 3 күннен кейін шығып кетеді дейді, глютен 40 күнге шейін жүреді дейді организмде. Енді бұның не қауіптілігі бар ұн өнімдерінің, иә. Жаңағы енді сол кезде мен оқыған ғалымдар енді қазір күннен күнге ғалымдар жаңалық күшті жүріп жатыр, бірақ енді сол кезде менің түсіндіргені, мен оқыған кітаптардың, жаңағы сайттардан алған ақпараттардың, глютен қорытатын фермент бар ғой бізде ағзамызда. Соны жаңа АКДС-тағы ртуттан жасалады дейді, сынаптан, иә, сол сынап кишечниктағы біздің нелерді құрып тастайды дейді, ферменттерді. Ол фермент болмағаннан кейін глютен ағзаға түскеннен кейін ыдырай алмай миға шабады дейді. Миға шапқаннан кейін балада экстаз, жаңағы мен наркотиктің несі сияқты кәдімгідей өзінің әлеміне кетіп қалады бала, өзінің миында. Енді мен соны дәлелдеуге тырыстым. Ата-аналарды шақырдым. Дәлелдеуге емес, ол жерде дәлелдейін деген не болған жоқ. Менде ол кезде мен балам жоқ. Бір нәрсені просто шынымен осы сөз рас па? Иә, қызық болды. 3 балаға жаңағы ұн өнімдерін бергізбедім. Ұн өнімдерін бергізбедім. Кәдімгідей нянялардың жанында қадағалап тұрдым. Үйде жеп жатқан жоқ па сұрап жүрдім. Сол кезде баладағы өзгерісті мен көрдім. Өзгеріс қандай болды? Ең алғашқы өзгеріс. Ең алғашта наркотиктен баланы албасаңыз қалай болады? Любой наркоманнан. Ломка, кәдімгідей ломка. Бала нанды ғана, басқа ештеңкені қарамайды. Сен бұрын ойнап жүрген ойыншығына қарамайды. Нанда ғана көзі. Көзі нанда ғана, нанды бер. Нанды анау төбеге қойып қойсаң, баланың миы істеп кетеді. Ақымақ деп қарайды ғой. Он орындық қой, оның үстіне орындық қой, оның үстіне орындық қой, ана үстіге шығып нанды алуға тырысады. Көрдіңіз, соны енді ол ломканы көтере алмайды біздің аналарымыз. Ана түсіндіріп, ол өзі оқып көрмегеннен кейін ана шыны керек, опять же, бұл жерде ата-ананың жауапкершілігі, ата-ананың оқымағандығы, сенбегендігі, ол сол кезде айт болды. Айтта бар, бауырсақ. Соны жаңа үлкен кісілер жаңағы не деген не сұмдық? Біз нан жемеу деген не сұмдық? Нан жегізін дедік, қайтадан нан жегізіп алып келіп. Бала қайтадан рахат өзінің кайфында. Мен 5 күн бойы баланы қадағалап жүрген балам. Глютенсіз ұн қолдану керек. Иә, глютенсіз ұн енді ол кезде қайында бас. Кофемолкамен ғана жаңағы күріш не берем балама деген сұрақ туады ғой. Күріш бер, гречка бер, я сұлы бер, басқа нәрсе бер. Жаңа қазіргідей осыдан 12 жыл бұрын болған оқиға бұл. Қазіргідей жоқ. Қазір бар ғой, мысалы лапша бар. Иә, есік алдындағы дүкенде жаңағы неше түрлі лапшалар толып тұр. Ұндар бар, бәрі бар. Ол кезде ондай жоқ. Ондай жоқ шыны керек. Ал екінші бір пациент болды, ол мен өзім туысымның абысының баласы болды. Ол сүтке болды кәдімгідей. Айран ішіп алады, рахат, мазамызды алмайды дейді. Енді бұл жерде мен ұрсамын, қалай сен мазаңды алмайды? Сен бала керек па саған? Әлде тыныштық керек пе? Иә, тыныштық керек па? Сосын бір уақытта Майра қойшы, сүтін бере берейінші, сүтін алып бердім, мазамды алып қойды дейді. Енді балада жаңағы не пайда болған. Енді осыны мен өз көзіммен көріп отырып, қазір ғалымдар қалай дәлелдеп шықты екен деп ойлаймын. Мүмкін АКДС-тің жаңағы балаға әсері болмайды деген еді. 2 айлығында салып тастағаннан, сіз оның кишечнигін зерттемегеннен, жаңағы іш құрылысын зерттемей, ондағы палочкалар қандай, оның фермент. Мен ойлаймын, мысалға енді егер де сол баланы зерттеген кезде жеке балаға салмас бұрын мүмкін оның ферменті аз болған шығар. Сол АКДС салғаннан ол азайып кеткен шығар, мүлдем. Жоққа шығып кеткен шығар мүмкін. Сондай нәрселер болғанша біз оны жоқ зерттемейміз. Біз оның өкпесін тыңдаймыз, өкпе сырылмай тұрса болды, баланың настроениесі нормальный болса сала саламыз. Шын ғой. Ал ол олай емес, негізінде кәдімгідей бүкіл анализ алыну керек, ешқандай немен ортамен байланысқа түспеу керек, сосын барып Совет үкіметіндегі несі бар ғой, қалай олар жасаған, қалай балаға вакцина жасаған, оның бәрін қалай зерттеген, оны да оқып шыққанбыз. Енді мысалы қалай олар салған болатын. Глютені бар ұн, нан өнімдерін бала жемейтін болса, ол жаңағы ауруынан емделер ме еді? Енді жаңағы Американың ғалымы, мен өзім сол кітабын прям бізге енді мен істеген орталықта енді айта кету керек, ол кісі жаңадан ашылған болатын, ештеңе жоқ, энтузиазмды ашқан ана кісі, ол кісі бар жағдай жасады бізге, сол кітаптарды алдыртып алмады. Сонда мен қолыма сол кітап түсті, аутизм деген нәрсе түсті. Сонда ана американец өзінің баласы ауырған, өзінің баласын емдеп шығарған. Сосын енді ғалым ғой,
ғалым зерттегенде казеин 3 күнде шығады дедім ғой, арасында осы мен дұрыс нәрсе істеп жүрмін бе, казеин береді екен, сүт өнімдерін береді екен. Қайтадан баласы қалпына емделген, баласы емделіп жазылған. Бірақ арасында баласын зерттеп өткен, шынымен бе әлде мен шатасып жүрмін бе енді, ғалым ғой енді ол кісі. Өзі баласын подопытный кролик қылған. Жаңағы 3 күнге былайша айтқанда жоғалтатын ештеңе жоқ қой. Иә, емделіп шығады, болмаса осы қалпында қалады. Жаңағы 3 күнге жаңағы казеин береді, 3 күннен кейін баласын қайтарып алады. Рас, осы әсер етеді екен деген не болған да балада. Тұжырымға келеді. Кішкентай бір жеке эксперимент жасалған, сөзіңізге қосылам, шынымен де идеалды жағдайда, егер біз әрбір жеке баланы зерттейтін болсақ, онда вакцинаның нәтижесі өте жақсы болады. Иммунолог алып барып, невропатологта тексертіп, оның қан анализін жасап, қазір бізде лабораторияларда қан анализі бар, вакцинаның алдында алынатын пакет бар лабораторияларда. Иммунологсыз жаңағы лабораторияға барып, педиатрдың несі болуы мүмкін, нұсқау болуы мүмкін, нұсқаусыз да лабораторияға барасыз, айтасыз, мен балама екпе алғым келіп тұр, келесі аптада мен сіздерден осы анализдер тапсырғым келеді. Ол жерде бір пакет топтастырылған керек анализдер, сол анализдерді тапсырады, анализдер көрсетеді. Қаннан алынады ғой? Қаннан алынатын анализ. Идеалды жағдайда осының бәрі жасалыну керек. Анализ тапсырылуы керек, педиатр оны бақылауда ұстау керек, анасы өзі бақылау керек жақсылап. Мысалға біз өзіміз ауыратын кезде айтамыз, мен ертең осы ауырайын деп тұрмын, мен сезіп тұрмын, ертең осы ауырайын деп тұрмын. Бала да соны сезеді, бірақ бала айта алмайды бізге. Ода мұрны ақпауы мүмкін, жөтел болмауы мүмкін, температура болмауы мүмкін, аурудың алдындағы жасырын белгілер, инкубациялық кезең болуы мүмкін. Біз сол инкубациялық кезеңді байқамаймыз. Барамызды сол инкубациялық кезеңде вакцинаны салып жүреміз. Міне осы кезде өзі әлсіреп тұрған иммунитет түскен вакцинамен күресетін жағдай болмайды. Сондықтан да реакция өте бір жайылып көрінеді. Осы жерде бір нәрсені нақтылап жіберейікші, 7 жасқа дейінгі бала қандай вакциналарды алуы керек? Неше вакцина? Перзентханада балалар 2 вакцина алып шығады. Біріншісі туберкулезге қарсы БЦЖ вакцинасы, екіншісі гепатитке қарсы вакцинаны алып шығады. Одан кейін 2 айында педиатр поликлиникаға шақырып, келесі вакциналар жасады. Яғни гепатиттің ре вакцинасы жасалынады, және жаңа тағы да қосымша екпелер жасалынады. Одан кейін қазір бізде Қазақстанда өте бір өткір жағдай тұр ғой, қызылшаға байланысты. Корея, осы жерде айтып кететін нәрсе, бұл вакцина негізі 1 жаста салынады. 12 ай мен 15 айдың арасында салынуы керек, бірақ денсаулық сақтау министрінің айтуы бойынша енді қарастырылып жатыр. Бұл вакцинаны 9 айда салу ұсынысы қарастырылуда. 9 айға дейін балаға қызылшаға қарсы вакцинаны салу өте қауіпті, баланың иммунитеті көтере алмауы мүмкін. Сондықтан да ең болмағанда 9 айда балаға салып, 1 жасқа дейінгі балаларды осы вакцинамен қамтамасыз етсек деген сұрақ қарастырылып жатыр. Жалпы бұл осы вакцина тақырыбының соңғы кезде өте қатты көтеріліп жатқан себебі осы 2017 жылы ғана, яғни 2,5 жыл бұрын ғана Еуропада бірнеше мың адам қызылша ауруына шалдығып, көбісі көз жұмады, және оның барлығы дерлік ересек адамдар болған. Ал енді сол көз жұмған адамдарды да зерттеген кезде солардың 96,6% осы қызылшаға қарсы екпе салдырмаған екен. Және де өзімізбен көршілес Ресейде де қоғамдық денсаулықты бақылау басқармасы осы қарсы екпені салдырмау салдарынан 2018 жылы қызылшамен ауырғандар саны күрт өсіп 1700 адамға жеткенін алға тартыпты да. Ал енді салыстырмалы түрде 1 жыл бұрын ғана 2017 жылы қызылшаны жұқтырған адамдар саны 127 болған. Енді елестетіңіздер, 1 жылда екпеден бас тартудың салдарынан 127-ден 1700 адамға жетіп отыр. Осы жағдайларды ескеріп те қазір мысалға халық денсаулығы жайлы кодекс мәжілісте қаралып жатыр ғой. Ол жерде осы екпені салдыру барлық адамға, барлық азаматқа міндеттелмекші. Бұған дейін де біздің халықтың денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы заңның 146 бабында міндетті делінген, бірақ әр адам, ата-ана, яғни баланың жағдайында өзі жауапты және өз еркімен бас тартуға құқылы еді. Ал қазір қаралып жатқан заң кодексінде міндеттелмекші. Сіздердің пікірлеріңіз қандай осыған байланысты? Әрине, бұл заң өзінің енді көрсетеді іс жүзінде, бірақ ол жерде айтатын нәрсе, не үшін міндеттеп жатыр да ата-аналарды? Міндеттеді дегеннен кейін халықта ой туады да, мемлекетке бұдан не пайда деген сияқты. Бұл жерде біз қоғамдық бас бостандығына қол сұғу сияқты нәрсе ғой. Біздің шекарамыз бұзылып жатыр, бізді міндеттеп жатыр. Демек, олардың көксеген басқа бір ойы бар деген сияқты ой пайда болады. Ол өтірік емес, шын. Бұл мәселе неден туындап тұр? Қоғамдық коллективті иммунитет жойылып бара жатыр. Бұрын мысалға
әрбір жеке жұқпаны алып қарайтын болсақ, халықтың мысалы Қызылшада халықтың 95% екпе алған болса, ол біздің коллективті иммунитетімізді ұстап тұра алады екен. Басқа жұқпаларда бұл процент әртүрлі. Мысалға, полиомиелит немесе столбняк сияқты басқаларды алатын болсақ, процент төмен. Мысалға, халықтың 80% егілсе, коллективті иммунитет болады, жайылмайды вирус. Сондықтан да осы коллективті иммунитетті ұстап тұру үшін, қоғамды осындай эпидемиялардан сақтау үшін осындай іс-шараларға мемлекет амалдың жоқтығынан келіп жатыр. Заңмен бекітілсе, мен мысалы талабым, мен фейсбукқа да жазғам, заңмен бекітсе, онда маған иммунологтар заңмен бекітіп берсін. Онда менің ауылыма невропатолог әкеліп берсін. Иә? Бір емес 2 невропатолог әкеліп берсін. Себебі мен аудан орталығында отырмын, жан-жақтан келеді, еріксіз келеді. Балаларын сүйреп, мына қыста мысалы қыстың аязында туды баланы әкелу керек, көру керек. Бір аптаның ішінде баланы әкеліп көрсету керек. Ол мынандай боранда баласын әкеліп тұр, невропатолог жоқ деп сені қайтарып тұр мысалға. Қалай ойлайды мемлекет мысалға? Мемлекет бірінші заң шығарар алдында біздің осыған күш әлеуетіміз жете ма деген сұрақты қою керек. Менің иммунологты сұрап аузымды ашпай-ақ қояйын. Невропатолог бізде жоқ. Жоқтың қасы, баланың невропатологы, баланың дұрыс қарай алатын сауатты невропатологтар бізде аз. Сонымен қамтамасыз еткеннен кейін бізде бар жағдайға жаңа көнеміз. Иә, бізге бар жағдай жасап тұр екен, неге біз бармаймыз, неге біз істемейміз? Сосын жаңағыдай міне дәрігерлер жаңа дұрыс сөйлесіп, шыны керек бізде дәрігерлер өздерін, енді жастардың үлкен кісілері, совет үкіметінің дәрігерлері өздерін бізден көбірек артық білеміз деп ойлайды да. Жаңағы саған дөрекі сөйлейді барған кезінде. Сен деген орта ғасыр, сен өңірден шықтың деген сияқты неше түрлі намысқа тиетін сөздер айтылады. Шыны керек. Ол өзі сұрауға барады. Жаңағы кез келген ата-ана енді баласын жаңа көз жыпылық салайын ба, салдыртпайын ба деген сұрақ қояды. Өзі күмәнмен келеді, шыны керек. Сол кезде сен деп бір намысына тиетін болса, намысы бар болатын болса, енді білмеймін ол қандай қойшар деп кетіп қалатын. Мен ылғи айтатын мәселе осы, бізде дәрігер мен науқастың арасында диалог жоқ. Не? Диалог жоқ. Дәл осы екпе тақырыбына келген кезде дәрігер саласың деп тұрады, ата-ана салмаймын дейді. Ол тек үркітуді ғана біледі, дәрігер үркітуді. Ал дәрігер кім болу керек? Дәрігер бірінші психолог болу керек. Мен мысалы қарапайым нәрсе айтайын, мен балама, енді өзімнің балама қатты температура жеткен балама түнде айтамын, қызым, біліп тұрмын, түсініп тұрмын, сен ауырып тұрсың қазір, қатты ауырып тұрсың, бірақ ертең таңертең қазір сенің ағзаң күресіп жатыр. Анау вирусты өлтіріп, ыстық бар ғой, бар сіздердің өлтіріп жатыр деп балаға сендірем, ол көзіне алдын елестейді, олардың фантазиясы керемет та. Сосын ертең сен сап-сау болып тұрасың деп айтамын. Сосын таңертең балам атып тұрады, анашым сіз кеше айттыңыз ғой маған сап-сау, мен сап-саумын деп айтады. Яғни балаға деген сенім, үркіту мен қорқыту емес, біз сенім орнатуымыз керек. Мысалға, егер де алдына келген пациентке дәрігер, сіз түсінесіз бе, бұл осындай, осылай ол сенің балаңды қорғайды, керісінше бәрі жақсы болады, сенің балаң мықты, денсаулық күшті болады деп, жаңағы психологиялық тұрғыда оған жақсы сенім беретін болса, деп ол салдыртып кетеді. Түсініңіз бе? Бізде олай емес. Енді ол тағы педиатрлардың тағы бір нәрсесі бар. Уақыттың тапшылығы да қабылдау кезінде. Иә, вот педиатрларда дәрігерлерде бәлен бай дәрігер, одан кейін қағаз басы бар. Бірінші сені қарамайды, бірінші сені толтырады. Сосын барып, оның жанында көмекшісі жоқ. Оның жанында көмекшісі болу керек. Мысалы, секретарша, сол өзіңіз байқасаңыз, шетелде баланы қабылдап жатқан дәрігер түк істемейді. Деп отырып қолынса, жанындағы секретар істеп отырады түгел, жаңа қағаз басы жұмыстарын түгел. Бізде ондай жағдай жоқ. Бізде түк те жағдай жасамайды да, бізге жаңа істейсіңдер болды деген. Ол да өзінің салдарын тудырады. Менде осы жайтты айтып кеткім келеді. Бір дәрігерге баланы қарауға, немесе науқасты қарауға 15-20 минут уақыт беріледі. Ол 15-20 минут уақыттың ішінде дәрігер ата-анамен контакт орнатып үлгеру керек, баламен контакт орнатып үлгеру керек, сенім алатып үлгеру керек, шағымдарды жинап, оның туылғаннан бастап анамнезін жинап, өкпе жүрегін тыңдап, ішектерін ұстап, тұрғызып, неше түрлі зерттеулерін жасап үлгеру керек, және оның барлығын документациялап, бірыңғай базаға енгізу керек. База істемей қалады. Ол база істемейді, одан кейін отырамыз. База істемей қалады, мен жақсы білемін. Қалай шығарып беремін направление? Мен дәрігерлердің жұмысын өте жақсы білемін, өзім құрбым дәрігер. Жаңағы осы сол Ақмола облысының Ақмола жаңағы Цареград ауданының бас гинекологы сондағы айтатыны, біздің әйелдер өте сауатсыз дейді. Шыны керек. Олар өзінің ағзасын білмейді, өзінің дене мүшесін білмейді. Ол баласының дене мүшесіне басын қатырмайды ғой. Көрші сайтта вакцинадан өліп отыр екен. Ойбай, құрсын салмаймын дейді. Болды. Осы диалогпен бітеді. Сіз вакцинаны салдыртпау себебі осы көп жағдайда. Сөзіңізді толықтырайыншы. Бұл жаңа вакцина салдырудан бас тартқан кәдімгі пайыздарын да ашықтап айтты ғой министрлік. Яғни 24% адам бас тартса, соның 8%-ы
ол вакцинаның әсеріне сенбеймін деп отыр, иә. Сапасына Иә, сенбейді. немесе сапасына сенбеймін дейді. Ал қалған 31% діни сеніміне байланысты, түрлі секталар бар, түрлі сенімдер бар, оларға байланысты екен. Ал енді қалған 58,3% адам өзінің жеке қалауымен, яғни саналы түрде бас тартып отыр. Енді қарап отырсақ, әңгіменің бір ұшы сол дәрігер мен ата-ананың арасында байланыстың жоқтығынан, жалпы бұл тақырыптың ақпараттандыру кемдігінен болып отыр. Ал батыс елдерінде бұл да ойластырылған, мысалға, вакцинаның қауіпсіз екенін, оны қандай жағдайда салу керек, салдары қандай болмау керек деген сияқтын түсіндіретін арнайы үкіметтік емес ұйымдар, белсенді топтар бар екен. Мысалы ретінде айтатын болсақ, Ұлыбритания педиатриялық вакцина тобы деген арнайы бір топ жұмыс істейді. Олардың міндеті сол ата-анаға, тұрғындарға вакцинаның пайдасын, немесе оның теріс жақтарын ұғындырып, адамдарды өз бетімен сол екпе салдыруға көндіру екен. Бәлкім бізге де осындай еріктілер тобын ашу керек шығар, сауаттандыру санын арттыру керек шығар. Мысалға мен жаңағы TED деген бар ғой, сонда Ұлыбританияның бір ғалымының несін тыңдадым да, сонда айтады, олар 600 семьяны, енді соншалықты өзінің ұлтын сүйген халық деп айтамын да, оларды 600 семья ма, 600 деген сан есімде қалды, 600 мың ба, оның ар жағын білмеймін, бірақ сол семьяны туғаннан бастап зерттеген да, бала сол дүниеге келді, сонда 60 жыл ма, 70 жыл ма зерттеген. Бұл жердегі зерттеу вакцинаға байланысты емес, бұл жердегі зерттеу кедей балалардан шыға ма ақылдылар, байлардан шыға ма, IQ қай жерде жоғары дегенде, бәрі байларда IQ жоғары болып шығады, бұл жерде дәлелдейді да. Бұл жерде мен айтқым келіп отырғаны, бұл жерде ұлтты сүйетін қоғам болып тұр да, өзімнің ұлтымды қайтсем де биік шыңнан көргім келеді, оның жалпы қай жағынан болсын, интеллектуал жағынан болсын, денсаулығы жағынан сапалы қоғам керек бізге ше. Бізге жаппай айту вирустан өлмесе болды емес. Бізге сапалы, біз өз азғантай ғана мемлекет халықпыз, үлкен территорияда алып отырмыз да, бірақ біз сапалы батырлар дүниеге болуымыз керек та, сапалы қыздар болу, сапалы батырлар дүниеге келетін қыздар болу керек бізде. Ұлттың сапасын көтеруіміз керек. Осы жерде өмір сүреді. Ұлт демей ақ, халық дейік, ұлтшылдық халық дейік, халықтың сапасы көтерілсін. Қазақстандықтардың сапасы көтерілсін. Қазақстан тұратын халықтың. Жаңа бір мысал ретінде біздің Назия деген апайымыз бар, сол кісі өзінің балаларына байланысты, мысалы вакцинаны алған, алмағаны туралы шағын видео жіберді, соны бірге тамашалайық сіздермен. Меніңше балаларға екпені алдыру керек. Оның себебі бала енді дүниеге келген кезде оның организмі өте әлсіз болады, ал екпелер оларды түрлі аурулардан қорғайды. Былтырғы деректерге сүйенсек, қызылшамен ауырған балалардың 60% екпе алмағандар екен. Бұдан да басқа мысалдар жеткілікті, оны медицина саласының қызметкерлері дабыл қағып айтып жатыр. Біз сияқты ата-аналарға ескертулер жасалып жатыр. Сондықтан меніңше ата-аналар екпеден қашпауы керек. Қазақстан жыл сайын 27 миллиард теңгені бекер вакцинаға жұмсамайды. Бұл балалардың болашағы үшін деген мәселе. Әлбетте бала ауырып тұрса, немесе невропатолог болсын, қандай да бір саланың мамандары егер алуға болмайды десе, балаға екпе салуға болмайды. Бұл ата-ананың жауапкершілігінде, сонымен қатар олардың учаскелік дәрігері мен медбикесіне де жүктелетін үлкен міндет. Бірінші баланы тексеріп алу керек. Тағы бір мәселе, қазір осы әсіре діншілдер қоғамды адастыруға тырысып жүр. Екпе болмайды, екпе алмау керек деген сияқты. Оның бәрі әлбетте қоғамда негативті пікірлер тудырады. Сондықтан мұндай пікірлерді тарататын кезде де ағайынның абай болғаны дұрыс. Тағы бір мәселе, балаларға салынатын екпеге сапалы болуы шарт. Мемлекет шетелден алатын кезде вакцинаны осы сапа мәселесіне баса назар аудару керек. Менің өз басымнан өткен бір жағдай бар. 3 балама да барлық екпені алдым. Өкінішке қарай 4-шісіне келген кезде АКДС-ті алудан бас тарттым. Уақытты созып жүрген кезде 2 жасында менің кішкентайым көкжетелмен ауырып қалды. Өте ауыр болды. Бұл балаға ауыр тиетін нәрсе ғой. Көкжетел дегеннің өзі де аты айтып тұрғандай. Әрең емделдік, теңізге апардық, көп шығын кетті, дәрілермен емделдік. Ең бастысы баланың денсаулығына қатты зиян келді.
мен қатты өкіндім. Одан кейін әлбетте екпелердің бәрін қалдырмауға тырыстым. Сондықтан өз басым екпелерге баса назар аудару керек, және кез келген ата-ана екпені алу керек деген пікірдемін. Осы жерде тағы бір мысал айта кетейін, жаңа түрлі мәліметтер келтірді ғой. Осы ақпан айында Айқын газетінде бір шағын мақала шықты екпеге байланысты. Ол жерде мысалы мынандай былай дейді: республикамызда, оның ішінде Ақтөбе облысы аумағында қызылша инфекциясы бойынша күрделі эпидемиологиялық жағдай сақталып отыр. 2019 жылдың 1 қаңтары және 2020 жылдың 6 ақпаны аралығында қызылшаның алғашқы 499 жағдайы тіркелді. Оның ішінде 265 жағдайы зертханалық зерттеумен расталып отыр. Және науқас адамдардың 72%-дан астамы екпе жасалмағандар арасында тіркеліп отыр деген ақпаратты мысалы бұқаралық ақпарат құралдарынан оқып отырмыз. Яғни былай жалпылама айтқан кезде екпе салдыру дұрыс, иә. Екпенің арқасында осы жалпы біздің елімізде емес, жалпы бүкіл әлемде қаншама адам тірі қалды деуге болады. Мысалы, орта ғасырлардағы жағдай қандай еді, қазіргі қандай. 1736 жылы Бенджамин Франклин 4 жасар ұлынан осы шешектің кесірінен айырылып қалған екен. Сол кезде өзінің кейін өмірбаяндық кітабында жазады, әттең сол 4 жасқа толмай кезінде соған лайықты екпені, вакцинаны салып, сол баламды бәлкім тірі алып қалар ма едім деп өзінің бір өзегін өртеген өкінішін білдірген екен де. Ал енді бұл жерде сол айналып келгенде сапа мәселесі, сауатсыздық, яғни ақпараттың жетпеуі деп айтқан дұрыс шығар. Және де жаңағы билікке сенбеу дейміз бе, медициналық сақтау орындарына сенбеу, өйткені білеміз, әлемдегі ең көп бизнес ақша айналым саласы осы фармацевтика, оның ішінде вакцина, яғни ауыз күйген үріп ішеді дейді, сол бір бізге арзан, сапасыз екпені алып келе ме деген қорқыныш жүр. Содан кейін тағы бір нәрсе бар. Жаңа орта ғасыр деп отырмыз ғой. Мендельсон деген Американың педиатры бар. 81 жылдар қайтыс болған, кітабы сол жылдары шыққан. Как вырасти ребенка вопреки врачам деген кітабы бар. Сол кісі айтады, біз дейді, шулайды дейді, прививкадан тірі қалдық, прививканың арқасында біз тірі қалдық деп айтады, прививканың емес, біз тазалықтың арқасында тірі қалдық дейді. Яғни таза судың, мысалға енді ғылым дамыды, прививка салып жатыр Африкаға. Бірақ енді өткенде Билл Гейтстің киносын көрдіңіздер ғой, сонда Африканың жағдайын көрдіңіздер ма? Қандай су ішіп отыр олар? Андай судан дифтерия болмаған, сен АКДС салып оған, не салып оған, бәрі ауырады ана кісі. Себебі анандай су ішіп отқан адамда ешқандай иммунитет болмайды. Любой вирустан өледі де қалады ол кісі ше. Мысалға, сондықтан да бұл жерде менің тағы бір айтқым келетін нәрсе, мемлекет дұрыс прививканы салдырту жағын мен ешқандай қарсы шықпаймын, бірақ тағы бір нәрсеге қатты басты назар аудару керек мемлекет. Біздегі туалеттерге назар аудару керек. Қоғамдық орта дәретханаларға, қол жуатын жерлерге, сабынның тұруына, мысалы коронавирустың BBC-дің несін дәрігерін тыңдадыға, сен қарапайым қолыңды күнде жу дейді. Күнде емес, сағат сайын жу дейді. Қарапайым, мысалы, сол сені құтқарады дейді. Бізде мүмкіншілік бар ма? Мысалы, мектеп оқушы, қазір мектеп оқушысы, балабақшаның несіндегі әңгіме болып тұр ғой қазір. Ол жерде бізде сабын бәр жерде тұрма, бәр жерде су тұрма, туалет унитаздарымыздың қандай жағдайда тұр. Тазалық денсаулық кепіл деп жазып қоямыз, бірақ дәретхана жоқ. Ауылды жерлерде айтып отырмын мен, қалада біз астананың үстіне отырып отырмын, министрлер мүмкін өзінің жағынан көреді да, бәрі сөйтіп өмір сүріп жатыр деп ойлауы мүмкін, бірақ ауылды жерлерде ешқандай дәретхана жоқ. Өзіміз ауылда өстік, анау мектептің сыртына барып келесің, сол келгенде қол жуатын жер жоқ. Бірақ Аллаға шүкір тірі қалдық, білмеймін қалай тірі қалғанымызды, бірақ сөйтіп тірі қалдырғысы келіп отыр ма үкімет? Жағдай жасасын, жаңа қол жуғызуға, қол сабын жасауға, барлығына жағдай жасасын. Әрине, ол қарапайым инфекцияларға қатысты, мәселенің бір жағы дегенмен, жауапкершіліктің ең үлкен бөлігі ата-ананың өзінде. Мысалы, дәрігерлер де айтады, баланы алып келген кезде қандай жағдайда алып келеді? Иммунитеті өте әлсіз, баласына дұрыс қарамаған, оның жаңа мұрнынан су ақса, жай ғана жаңағыдай жазылып кетеді деп, болмаса тағы бірдеңе деп әйтеуір ертесін тоқтайды деп қоя салады да, сосын бір аптадан кейін қайттан барып дәрігерге вакцинаға апарып тұруы мүмкін, мысалға. Яғни вакцина деген ол кері реакция емес, ол ағзадағы бар дертке кері реакция, ол соның салдарынан. Содан кейін тағы бір нәрсе, ата-аналарға айтқым келетін нәрсе ше, бұл жерде мен ата-ана болып келіп отқаннан кейін ата-аналарды көремін, неше түрлі ата-аналарды. Мысалға жаңа айтып отырдық қой, жаңа Магнуда тұрмыз, ата-ана баласына бір арба кола мен чипсы алып беріп тұр. Әлі кассаға жеткен жоқпыз, чипсыды аш жер, коланы аузына тығып жатыр. Мен ананы ойладым, 2 жылдан кейін мынау таза диабетик бала.
диабет мысалға вирустан жазыласың, бір нәрсеге емделесің, бірақ диабетик болсаң, сенің аяғың кетеді, қолың кетеді, сен басқа жерің бәрі кетеді, бүкіл өмір бойы сен мүгедексің, ешкімге керек емессің диабетик болсаңшы. Мен не беріп отырсың балаңа, не ішкізіп отырсың балаңа, ата-ана мән бермейді, не жегізіп отыр, сыртын оқымайды, біз оқып жатсақ за болады, жаңағы дүкенде тұрамыз ғой, оқып, не бар ішінде, не жоқ ішінде деп қараймыз ғой мысалға. Сонда ол дұрыс қой, адам, менің денем жаңағы мусорный ящик емес деген әңгіме бар ғой, соны баласына түсіндіру, баласына түсіндіру, сен не ішіп отырсың, не жеп отырсың, соны үйрету балаға. Сөзіңіз аузыңызда осы жерде қоса айтқым келеді. Вакцинаның реакция жаңағы салынғаннан кейін жалпы жеке болады деп айттық қой. Мысалға жалпы реакциялар көңіл күйдің түсуі, мазаның қашуы, дене қызуының көтерілуі жалпы реакциялар. Одан кейін АКДС сияқты вакциналарды алғанда жергілікті реакциялар пайда болады. Қызару, ісу, ауыру, қабыну деген сияқты. Осы реакциялар неге әркімде әртүрлі өтеді? Мысалға біреу отыруы мүмкін. 4 келіншек отыр дейік, біреу айтады: менің балам бардым, анализде тапсырған жоқпын, 5 күн бұрын фенистилді да берген жоқпын, түк те болған жоқ, жақсы қабылдадық. Екінші біреу жылап отырады: біз анализ тапсырдық, иммунологқа бардық, невропатолог тексерді, бас миын УЗИге түсірдік, сөйтіп барып алдық вакцинаны, менің балам температурасы 39, 3 күн бойы болды, одан кейін үстіне сыйып шығып кетті, біз жеңіл түрде ауырдық инфекциямен, енді алмаймын вакцинаға, жақындамаймын дейді. Мен бұл жерде айтқым келеді, әрбір бала жеке тұлға, әрбір ағза не ішті, не жеді, соған байланысты. Яғни біз баламызды туа салысымен оны дұрыс тамақтануға, дұрыс заттарды ішуге, жеуге тәрбиелеп үйрететін болсақ, демек баланың генетикалық денсаулығы дұрыс болады. Генетикалық денсаулығы дұрыс идеальный балада ешқандай фоновый аурулар дейміз ғой біз, анемия сияқты, қаназдық бар, неврологиялық бұзылыстар бар. Ешқандай фон жоқ баланы алып барып вакцина салатын болсақ, ол балада ешқандай да реакция болмауы мүмкін. Гүлмира ханым, жаңа сөзіңіз аузыңызда бір апта бұрын фенистил берді дедіңіз. Демек, екпенің алдында фенистил беру керек пе? Дәлелді медицина бойынша беру қажет емес. Бірақ бізде сондай бір түсінік қалыптасып кетті: 5 күн бұрын балаға аллергияға қарсы дәріні беріп, организмді солай дайындаймыз деген. Бірақ дәлелді медицина қазір қалай айтады? Кеңес береді, ата-аналарға солай. Педиатрыңызға баратын болсаңыз, сізге айтады: 5 күн бұрын немесе 3 күн бұрын, әркім қалай айтады, енді фенистил беріп, ағзаны дайындаңыз бөгде заттың түсуіне дейді. Ал енді және бір сұрақ, жаңа иммунолог қажет деп бір емес бірнеше рет айтылды осы жерде. 1 жасқа дейін 8 рет екпе салынады деп отырмыз балаға. Яғни сол 8 ретте иммунологқа бару, жаңағыдай қан анализдерін тапсыру міндетті ме, жоқ әлде жеңіл өтетін түрлері де бар ма? Тек қана бір ауыр өтетін түрлеріне ғана бару шарт па? Соны анықтап өтсек. Мысалы, АКДС вакцинасын салдыратынның алдында невропатологтан міндетті түрде бала өткізу керек. Өйткені невропатолог дәрігер анасы да байқамаған өзгерістерді, баланың неврологиялық ақауларға бейімділігін, неврологиялық бұзылыстарға бейімділігін анықтап береді. Невропатолог түсінікті, ол барлық жағдай. Одан кейін иммунолог 1 рет барса, мен жеткілікті деп айта аламын. Өйткені иммунолог дәрігер сіздің балаңыздың жалпы ағза ретінде қабылдап, оның иммунный статусы қандай дәрежеде, соны сізге 1 рет анықтап береді. Яғни жаңа 4 күннің ішінде перзентханада жатқан кезде туыла сала 3 екпе салынады, ол міндетті. Содан кейін шыққаннан кейін барып иммунологқа бару керек қой демек, иә? Әрине, перзентханада мүмкіндік ондай жоқ, иммунологты шақырып, оны тексеріп жататында енді туылған шақалақты. БЦЖ мен гепатитін алады, және витамин К алынады перзентханада. Одан кейін 2 айында бала профосмотрдан өтеді, сол кезде иммунологқа баруға болады. Енді ол бізде, мен қазір мына жерде айтып отырмын, бірақ бізде ол қабылданбаған нәрсе. Иммунолог деген маманға өт деп ешкім ата-ананы жібермейді де. Просто жалпы біз бұл жерде ең жақсы жағдайын айтып отырмыз. Идеалда осындай болу керек еді деген өзіміздің ойымыз. Бізде баланы ата-ана үйрету керек, кішкентай кезден өз ағзасымен таныстыру керек. Баланыңшы, мысалы бала үйрек сияқты білсе жей береді, ол жүгіріп жей береді, қолда түскен нәрсе бәрін жей береді. Тойғанын білмейді. Соны мен өзім балаларыма кішкентай кезден 3 жасар қызым, соны бала бәрін түсінеді екен, біледі екен айтсаң. Сағат 10-да тамақ жейін деп айтты да, балам сағат 10 тамақ жеуге болмайды деп айтты. Сен ұйықтаған кезде сенің бауырың мына жерде деп көрсеттім да, қай жерде дейді, мына жерде. Ол ренжиді саған. Мен ұйықтайын деп едім, сен мені жұмыс еткізіп қойдың, мені жұмыс еткізіп қойдың, сен ұйықтайсың рахатта, мен ұйықтамаймын деп сол өзінің тілінде дұрыстап түсіндіріп бердім 1 рет. Сосын үлкен апайым мен ағасы ғой үйде, онда тамақ жеп жатса, анашым мыналар онда тамақ жейді деп жатыр. Ол ренжиді ғой, иә. Бала уже өзіне жауапкершілік алып, сенікі,
деген нәрсені сенің ағзаң, сенің жауапкершілігіңде, сен жесең ол ренжиді, ренжігеннен кейін ол жаман болады деген нәрсені кішкентайдан түсіндіру керек балаға. Әр нәрсенің әсерін түсіндіру керек. Ондай кітаптар да қазір бар. Мен осындай бір кітаптың жазылуында кеңесші болғанмын. Балаға оңай тілмен, жеңіл тілмен. Жоқ, дұрыс қой, барлығы, бірақ ағзасын біздің түсіндіру ата-аналар ізден. Ақпараттың жоқтығы ғой Мен айналып оны келгенде. кітаптан оқыған жоқпын, ол өзім шығардым оны. Ол балаға өзім түсіндірдім отыр. Бірақ барлық ана ондай шешімге Иә, барлық бала келмейді ананы ғой. мен енді осы неге үшін келіп отырмын, мен барлық аналарды жауапкершілікке шақырғым келіп отыр да. Барлық ана өз баласына жауапты. Ертең ол прививка салдыртса да, салдыртпаса да, летальный исход болса, салдыртып та летальный исход болың, салдыртпай да летальный, сен жауаптысың. Бәрібір сен мойның аласың да. Иә, мемлекетте дәрігер емес. Егер де ол мүгедек болып қалатын болса, өмір бойы ол сенің жүгің болады. Өмір бойы сен арқалап жүретін нәрсе болады да. Сондықтан ойланып істеу керек деп айтқым келеді да. Ал сен оны бас тарттың ба? Бас тартқаннан кейін соның алғы шартын орындау керексің. Оның өзіне түсіндіру керексің. Әр ағзасының, әр несінің не жеп, не ішіп қойғанына қарап, мынау сенің мынауыңды құртады, мынау саған жақсы әсер етеді, мынау мына жеріңді жақсы қылады, мына жеріңді жақсы қылады деп оған ертең ойлап табасың ба, қиялың дамытасың ба? Ол сенің мойныңдағы нәрсе. Бас тарта салып, баласы бір бөлек, өзі бір бөлек жүрген аналар қаншама. Және бір қазір айттық қой, мәжілісте заң кодекс қарастырылып жатыр деп, бір ескере кететін дүние, мысалы ол жерде барлығына міндеттелген менде ағзасында белгілі бір ақаулары бар, сырқаты бар, яғни вакцина салуға болмайтын балаларға, ересек адамға ол міндеттелмейді. Ағзасы сау бала ғана, 100% ағзасы сау ересек адам ғана міндеттеледі. Бұл жалпы ұлттық иммунитетті қалыптастыру үшін. Жаңа айттық, мысалы біздің Қазақстанда 5 миллионға жуық, анығы 4-9 миллион адамға жыл сайын екпе салынады екен де, және бұл 95%-ға жетіп тұр. Ал егер 95%-дан сәл түсіп кетсе, мысалы 2017 мен қазіргі аралықта 20%-дан 24%-ға түсіп отыр ғой. Демек, бұл кері көрсеткіш. Ұлттық иммунитетіміз азайып жатқандықтан да біздің енді үкіметтің, биліктің дейміз бе, дабыл қағып, кішкене алдын алып атқан шарасы деп түсіну керек шығар. Бірақ дегенмен өте жақсы айттыңыздар, қандай болғанда да ең алғашқы жауапкершілік ол өзімізде, ата-анада, ересектерде. Себебі, мысалы осы жерде айта кетейін, қызылшамен 2 бала ауырды. Мен өзім бірнеше жылдар қатарынан жұқпалы аурулар айтып кеттім. Жұқпалы аурулар ауруханасында консультант болдым деп, сол жерде байқайтыным, кімдер ауырды көрмен. Денсаулығы нашар, қан аздығы бар балалар, тамақтану бұзылыстары бар, иммунитеті төмен, жиі ауыратын балалар ауырады. Егер де қандай да бір жағдайда ауа тамшылық жолмен сол қызылша ауруын дені сау, мықты, шыныққан бала ауыратын болса, ол балада асқынулар да аз болады. Жеңіл түрде ойнап жүріп өткізіп алады. Тек қана үстіне шығуы мүмкін, жеңіл түрде өткізіп алады. Ал егер де вакцинаны алып тұрып денсаулығы нашар, шынықпаған бала қызылшамен ауыратын болса, бұл балада әрине өте көп асқынулармен өтеді. Қазір мен бір сұрақ қояйын, ол кішкене күлкілі де болуы мүмкін, бірақ кейбір адамдар білмеуі де мүмкін бұл ақпаратты. Вакцина адам ағзасына қалай енгізіледі? Бәрі тек қана екпегу, жаңағы Әртүрлі жолдары өте көп. Ауызға тамшы түрінде тамызылады, немесе қолға салынады және санға салынады. Ана бір тырнап салады деген. Мысалы, манту сынамасын жасайтын кезде, оны білектің ішкі бетіне тырнап тамызады. Жаңа манту демекші, мысалы манту салған кезде де дәрігерлер ескертеді ғой, балаңыз аяқ қолын жылы ұстасын, мұздай суға салмасын деп, әйтпесе қызарып кетуі мүмкін деп. Біз кейде сол жұмысбастылықпен болмаса, қадағалай алмай қаламыз ғой. Сонда кейде кінә өзімізден де болып жатады. Манту сынамасы өте сезімтал сынама. Егер балада бір апта бұрын жедел вирусты инфекция болған болса, оған да ол сезімталдық көрсетеді. Бала салқындап қалса, соған да реакция береді. Және балаңыз душқа түсіп, қолын қаситын болса, манту сынамасы оған да оң нәтиже береді. Өте сезімтал сондай бір сынама. Жақсы, сонымен бағдарламамызды түйіндесек, балаларға екпе салуды сіз қолдайсыз ба? Жаңа айтып өткендей, егер тізбек жақсы сақталған жағдайда, әркім өз жұмысына дұрыс жауап берген жағдайда, мысалы мен балалар кардиолог ретінде маған ана келіп, мен баламды екпеге дайындап жатырмын, сіздің тарапыңыздан, жүрек жағынан қарсы көрсеткіші бар ма десе, мен нақты анықтап беремін. Сіздің балаңызда осындай ақау бар, сізге салуға болмайды, сізде ешқандай ақау жоқ, сізге салуға мен рұқсат беремін деп, өз компетенцияма қарасты жауапкершілікті мен мойныма ала аламын және вакцина салу керек деп айта аламын ол жағдайда.
Және осы жерде вакцина туралы барлық ата-ана білуге тиіс бір мәліметтер бар ма? Нақты мынаны білу ұмыт керек. қалдау деген бүгін әңгімеде айтылмады деген. Бізде тағы бір айтып өтетін нәрсе, ұлттық күнтізбе бар. Иә, Осы ұлттық күнтізбемен әрбір баласы бар ана танысып алса өзіне пайдалы болады деп ойлаймын. Сіздің алып қосарыңыз? Вакцина салдыртуға мен қарсымын немесе қолдаймын деп айтпаймын, екеуінде жоқпын. Бұл жерде ата-ананың жауапкершілігі. Мен дәрігерге де, мысалы жаңағы сол Мендельсонның айтқаны бар, жақсы, ана жақсы сезет баласын деп. Мен мысалға енді негізі дәрігерлерге барсаңыз, мына үлкен дәреттіңіз бар ғой, сол қандай деген сұрақ қояды Америкада. Мен балаларым үлкен дәретін қарап жүрмін. Қандай болды? Мен соған дейін қараймын балағаныңшы. Өйткені анау қазіргі аналарға, жаңа әкелерге бәрібір бала туды, көп бала туыпсайды, болды, ол Саны бар сапасы жоқ. Мысалға 3 баланың 4-шіне ойланып жүрміз деп айтамыз да, бірақ 3 баланың өзіне қазір қарап отырып, мен асырай алмаймын деген қорқыныш жоқ. Мен ертең бұны қоғамға қандай қосамын, қандай адам болады, ертең қоғамына қандай пайда әкеледі деген сұрақ туады менде ше. Бірінші орында соны ойлап тұрамын. Сонда оның қоғамға бір пайда әкелу үшін денсаулығы, оны интеллектуал жоғары болу керек жаңа бір нәрсеге. Соның бәріне ата-ана баланы дүниеге келген кезде бұл менің жеке мүлкім деп қарамау керек. Ойыма келген істеймін деп. Бұл тұлға, бұл қоғамның мүшесі, әрбірден Алланың саған берген аманаты. Соған қарап. Мысалы мен вакцинаны ойланып жүрмін. Балаларым есейіп қалды. Жаңағы сол сұрақ қойғым келді мына кісіге. Мысалы мен балаларым алған жоқпын, Осы мәселе көп ата-аналар бар бұндай. Бәрін емес, тек біреуін ғана алмадыңыз ғой енді. Жоқ, мен АКДС-ті алмадым, жаңағы кордан, өйткені мен Мендельсондағы неден келесі балаларыңызда алынған жоқ, Үшеуінде де мен БЦЖ нені алдым, бірақ осы мына АКДС кор алынған жоқ бізде. Соны енді мен мысалға қазір уже балаларымды білем, қандай неге реакция бар екен. Енді ала берсем мысалға ешқандай жас ерекшелігінде енді сіз педиатр дәрігермен кездесесіз және әр балаңызға жеке-жеке күнтізбе тағайындайды. Негізі осы вакциналарды қарайтын болсақ, не үшін біреу 2 айында салынады, не үшін 3 айында, не үшін 6 айда салынады, бұл организмдегі антидене түзілу уақытына байланысты екен. Бір вакцинаны бала 2 айында жақсы өткізуі мүмкін. Антидене қажетті мөлшерде түзілуі мүмкін. Осы сұрақ бірақ бала өсе келе, ол балаңыздың организмінде антидене аз түзілуі мүмкін. Мәселе осында. Сол үшін де бір жүйемен ойлана, ақылға сала келіп күнтізбе жасалған ғой. Енді амал жоқ, жасы өтіп кетсе де сіз қазір шешім қабылдап тұрсыз, мен салсам деп жеке күнтізбені жасап тұрсыз. Міне осы кезде сізге ескеретін нәрсе болады әсері, бірақ антиденелер организмнің қорғаныш факторлары аз түзілуі мүмкін. Қандай әсері болады? Жеңіл түрде, жеңіл ауру түрінде өткізілуі. Ол температура көтеріледі, не ол жалпы реакциялар болады. Енді бірінші мен бүкіл анализін алуым керек, Біріншіден сіз иммунологқа барасыз, екпенің алдындағы барлық анализдерді тапсырасыз, және өзіңіз бақылайсыз. Ешқайда қыдыртпауға, қонақты қабылдамауға, вирусты жұқпаларды жұқтырмауға тырысып, 2 апта бойы балаңызды бақылап отырып, солай екпен алсаңыз болады. Гүлмира ханым, бағдарламаның соңында тағы бір сұрақ. Және бір өте маңызды сұрақ десем болады. Соңғы уақытта, соңғы жылдары бұл енді жаңа 1 жасқа дейінгі жалпы міндеттелген екпелерді айттық қой. Көптеген ата-аналар балаларына да және өздеріне де күз маусымында, жаздың соңғы айларында жаңа суық тиюге қарсы, тұмауға қарсы екпені салып жатыр. Бұны тіпті ақылы түрде салып жатыр. Осының әсері жайлы не айтар едіңіз? Қаншалықты қажет дүние бұл? Жалпы тұмау, егер үлкен кісілер мен егде жастағы адамдарды және жас балаларды алсақ, өте ауыр түрде өтуі мүмкін, тіпті летальный жағдай деп айтамыз, өлім жітімге де алып келуі мүмкін. Сол үшін кейбіреулер өздеріне жауапкершілікті алып, мен осыдан қорғанғым келеді деп салып алып жатады. Мен өзім алмаймын, балаларыма тұмауға қарсы вакцина алған емеспін. Оның орнына мен шынықтыру шараларымен айналысқанды дұрыс деп есептеймін. Жалпы менің естуімше, осындай суық тиюге, тұмауға қарсы екпе алған балалардың иммунитеті керісінше дәл сол суыққа қарсы төмендейді дейді. Яғни ағза өз бетінше ол вируспен күресуге бейімделмей, тек қана жаңа дәріге, екпеге ғана тәуелді болып қалады деген. Екпенің өзін алып қарасақ, ол биологиялық препарат қой. Келеді, ол біздің иммунитетімізде өзгерістер туғызады. Сол өзгерістерге байланысты шынымен де екпені алған кезде одан кейін бірнеше уақыт баланың иммунитеті төмен болады. Одан кейін ОРВИ-дің түрі көп қой.
вирустың қайсысы екені белгісіз. Иә. Мысалға коклюш па коклюш, ол бірақ ауру, кори ма кори, ол бірақ ауру, вирустың бірақ түрі, ол вирус тарагенизм ғой. Ал жаңағы орвидің түрі деген көп, ол бәрі ол егер иммунитет мықты болса, ауырмайды. Қай штаммен де күресе алады, иә, шынымен де. Иммунитетті күшейту керек бұл. Яғни мен бұл жерде айтқым келгені, енді өзім жеке басым, мен ол үрдісті қолдамаймын. Сондықтан бір жаппай бір тенденцияға айналып бара жатыр да, бәлкім сол қажет емес шығар деген енді жеке субъективті. Шынығу керек. Иә, одан да ауырып бейміз дегенше ауырмау. Тамақтану керек. Дұрыс тамақтану, көп қозғалу керек, дұрыс тамақтану. Спортпен айналысу керек, дене шынықтыру жаттығуларын жасау керек. Ең қан айналымын жақсы реттейтін нәрсе ол шынығу ғой. Құрметті достар, сонымен біздің бағдарламамыздың бүгінгі саны аяқталуға жақын. Студиямызға келіп, екпе тақырыбында өзінің ой-пікірлерімен, тәжірибесімен бөліскен екі бірдей спикерімізге алғыс білдіреміз. Педиатр, балалар кардиологы Гүлмира Мұратбекқызы және шығыстанушы, жапонтанушы Майра Қарсақбайқызы. Сіздерге көптен көп рахмет. Қонақтарымызға тағы да бір көп рахмет дейміз. Сонымен ата-ана сағаты осымен аяқталды. Тыңдаңыздар, әлеуметтік желілерден біздің бағдарламамызды көрулеріңізге болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.